Сәлем достар, Сладкая хобби KZ каналына қош келіпсіздер. Бүгін қатпарлы нан дайындаймыз, яғни слоеное тесто. Ол үшін қажетті нәрселерімізді дайындап аламыз. Оның бәрі бөлме температурасында болу керек. Яғни ұн, су, тұз, уксус 9% немесе 6%, немесе лимон соғы. Одан басқа бізге сары май 82% бар болса, сары май жоқ болса, онда маргарин алуға болады. Тоже 82%. Міне бізде қатпарлы қамырға арналған маргарин деп тұр. Мынандай маргарин алуға болады. Негізі 200 грамм мынандай сары май бізде 800 теңге тұрады, ал 200 грамм мынандай маргарин 80 теңге тұрады. Өзіңіздің бюджетіңізге байланысты алыңыз. Немесе бұл май мен маргариннің орнына спрейд алуға болады. Сливочная растительная смесь деп аталады. Оның 200 граммы 200 теңгедей тұрады. Қазір біздің магазиндерімізде сары майдан гөрі спрейдтер көп тұрады. Ең алдымен 75 грамм майды ертіп аламыз. Ертіп суытып қоямыз. Міне майымызды ерттім, қатты ерткен жоқпын. Бөлме температурасына дейін суы керек. Ұнымызды үнемі қамыр дайындап алар алдында илегіштен өткізіп алу керек бірнеше рет. Ұнымды қайтадан басқа ыдысқа салып көшіріп қойдым. Енді бұған бөлме температурасындағы 250 мл суымызды құямыз. Бір қасық мынандай без горки, яғни 5 грамм тұзды саламыз. Ол араластырып ертуіміз керек. Яғни лимон шырыны болса бір шай қасық қосамыз. Мен андай 9% уксус қоспақшымын, бір ас қасық. Мұндағы артық майды алып тастаймыз. Сонда бізге қалғаны енді 300 грамм май. Мына қалған майды болса пергаменттік қағазға салыңыздар, жоқ болса мен сияқты целлофанға салыңыздар. Майдың бетін былай жабамыз. Оқтаумен кішкене былай жаямыз. Лайнан 15, лайнан 15 сантиметр, жуандығы 1-2 сантиметр болса жетеді. Мына майды енді осы жайылған қалпы холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Міне тұз еріді, майымыз жылыды. Бұлай қолымыздың ұшын тегіс көрсек, дене температурасымен бірдей. Енді майды қосамыз. Түбіндегі майдың бәрін тазалап алу үшін мен андай силикон лопатка қолданамын. Солай бәрін түсіріп аламыз. Араластырамыз. Оны саламыз. 1-2 минуттың көлемінде тез-тез нанды илейміз. Осындай болса да жарап тұр. Енді бұған мынандай бүйтіп 3-тен 1 бөлігіне дейін мынандай надрез жасаймыз. Крестик. 15 минут холодильникке қойып қоямыз. Майды да 15 минутқа қоямыз. Енді 15 емес 20 минут уақыт өтті. Май мен тестаны алып келдім. Не біздің тестамыз. Нанымыз, қамырымыз.
былай қоямыз. Жаңа надрездарынан былайынан жаямыз. Гүл сияқты. Бірақ мына ортасы қалың вулкан сияқты болып қалу керек. Бұның ортасы, мына орта жері қалың болмаса, онда астыңғы тестамыздың қабаты жұп-жұқа болып кетеді. Аздап ұн себеміз. Жан-жая мына бұрышынан бастап былайынан жаямыз. Осылай жайып алдық. Мына жері дөңес болып тұр. Майымызды немесе маргаринімізді мынаның үстіне былайынан қоямыз. Мына бір жақ жапырағын созыңқырап алып, былайынан жабамыз. Мен майымды сәл үлкен қылып жайып жеріппін. Кішкене ұн себеміз. Былайынан енді тестаны жаямыз. Жуандығы 1 сантиметрға дейін. Былайынан 15 сантиметр қалады, былайынан 40 сантиметр болу керек. Мейлінше түзеңіздер. Холодильникке салып қоямыз 15 минутқа. Тағы да 20 минут өтті. Кішкене ұн себеміз. Тестаны холодильникке 15 минуттан 30 минутқа дейін қоюға болады. Бірінші рет жайдық, бір рет, енді міне екінші рет жаямыз. Өзімізден бастап, былайынан қарай жібереміз. Мейлінше формасын түзетіп отырамыз. Болды, енді оны қайтадан былайынан үшке бүктейміз. Қайтадан орап, холодильникке салып қоямыз. Бұлай жасауға болады 1-2 рет біз иледік деген сөз, жайдық деген сөз. Тағы да 15-20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Тағы да 20 минут өтті. Енді міне үшінші рет жаямыз. Тағы да үшке дейміз, мына жерде мен слойы міне. Міне енді бұл тестаны тағы да мұздатқышқа холодильникке қоямыз. Мына слойларын міне 1-2-3 рет. 3 рет міне жайды. Тағы да 15-20 минутқа немесе 30 минутқа қоюға болады. Тағы да 15 минут өтті. Нанымызды қоямыз, енді жаямыз. Бұл 4-ші рет жайып жатырмыз. Сонымен 1-2-3-4 солай жасадық. Тағы да 15-20 минутқа холодильникке қоямыз. Енді 5-ші рет жаямыз.
Осылай 5 рет жаюға болады, немесе тағы да 1 рет жаюға болады алтауға. Өйстіп тағы да 1 слой жасадық. Енді 6-шы рет, ақырғы рет тестамызды жаямыз. Міне, қатпарлы нанымыз дайын. Бұл нанды 3-4 күн холодильникта, немесе мұздатқышта, морозильникта бірнеше неделя сақтауға болады. Қолданар алдында бөлме температурасында ерітесіз, размораживайте. 1 рет размораживать еткеннен кейін сразу қолдану керек. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.